Дәмі өте керемет болатын лолипопстар дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 100 грамм айран құямыз. Оған бір жұмыртқа қосамыз. Тұз және пищевая сода қосамыз. Бәрін жақсылап, бір керкі масса болғанша араластырамыз. Араластырып алған соң 170 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Әдемілеп, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Елеген қамырымызды бетін жауып, тындырып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. 250 грамм тауық етін фаршын дайындап аламыз. Блендердан немесе мясорубкадан өткізіп аламыз. Оған аскөк, яғни укропты сақтап турап қосамыз. Жарты болгар бұрышын өте ұсақ қылып қосамыз. Менікі тоңазытқыштан шыққан. Және де бір тіс сарымсақты сақтап турап қосамыз. Кішкене тұз қосамыз. Қара бұрыш және кориандр қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді кляр дайындаймыз. Бір жұмыртқаға жарты шай қасық тұз қосамыз. 200 грамм су құямыз. Және де 100 грамм ұн саламыз. Жарты шай қасық куркума қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Тыңған қамырымызды кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Бәрі бірдей біркелкі болып шығу үшін қамырды өлшеп алған дұрыс. Менде бәрі 40 граммнан шықты. Бөліп алған қамырды осылай қолмен жұқалаймыз. Бір шай қасық фарш салып, осылай қолымызды суға матырып жаймалаймыз. Сол кезде фарш қолға жабыспайды. Бізге осындай соломка печенье қажет болады. Осылай салып, қамырдың екі шетін біріктіріп, осылай сәл айландырып, тура ортасынан бөлеміз. Осылай қамырдың шеттерін түйіп, чупа-чуп сияқты жасап аламыз. Кішкентай жұқалаған бір қамырдан 2 лолипоп шығады. Түсінікті болу үшін тағы да көрсетейін. Бір шай қасық фарш саламыз. Жұқалап, ортасына соломка печенье салып, осылай біріктіреміз. Сол кезде соломка печеньеміз дәл фарштың ортасында қалатын болады. Осылай пышақпен бөліп, шет-шеттерін осылай біріктіріп түйіп аламыз. Бәрін осылай дайындап аламыз. Осы қамырдан мене 30 дана лолипоп шықты. Қалғандарында тура осы видеодағыдай жасап аламыз. Жаңағы дайындап алған клярға салып, осындай панировочный сухариді аунатып, бәрін дайындап аламыз. Панировочный сухари менде сары түсті. Осындай сары түсті алуға кеңес беремін. Сол кезде әдемі болып шығады лолипопстарыңыз. Бәрін жақсылап панировочный сухариді аунатып алған соң, ыдысымызға май құйып қыздырып, қуырып аламыз. Орташа оттан сәл азайтып қуырамыз. Сол кезде лолипопстар қараймай, іші де жақсы пісетін болады. Егер қатты отта пісіретін болсаңыздар, сырты қарайып күйіп, іші шикі болып қалуы мүмкін. Сол себептен баяу отта ұзағырақ қызарғанша әдемілеп қуырып аламыз. Сол кезде лолипопстарыңыз әдемі болады. Пісті, кесіп ішін көрсетейін. Толық піскен, дәмі енді өте керемет болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздің жанұяңызға, балаларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі холодный закускалардың, дәмді керемет рулеттердің, мерекелік дастарханға арналған тіске басарлардың және де самсалардың рецептері бар. Рецептерді жоғалтып жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге алдағы шығатын рецептер туралы хабарлама келіп тұратын болады. Рецептер ұнаса лүпіл басып пікір қалдырыңыздар, жақындарыңызбен бөліссеңіздер болады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.